Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен Нажиба. Бүгін өзбек асханасының тағамы қазан кебап дайындаймыз. Бізге керегі ең алдымен ет. Мен сиырдың сан етін пайдаландым. Кез келген етті пайдалануға болады. Сүйектері болса да болады. Мен үй жағдайында жасағандықтан етті майдалау қылып тұрадым. Етімізге тұз, қызыл бұрыш, паприка, қара бұрыш, зира және де сұйық май құямыз. Қойдың құйрық майын саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Одан кейін картоптарымызды ашып, жуып аламыз. Картоптың майдалау болғаны дұрыс, егер үлкен болса, ортадан 2-ге бөлеміз. Одан кейін оған тұз, қара бұрыш, паприка және сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Табамызды қыздырып алдық. Енді майымызды құямыз. Майы қызғаннан кейін картоптарымызды салып, екі жағы сарғайып қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Картоптарымыз міне қып-қызыл болып қызарып шықты. Енді ыдысымызға салып аламыз. Еттерімізде жақсылап маринадталды. Осындай таяқшаға ет пен майымызды тізіп шығамыз. Енді сол бағанағы майға еттерімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Асықпай, жақсылап еттерімізді қуырып аламыз. Қазанға бағанағы майдың біразын құйып, картошкаларымызды тізіп шығамыз. Астына бірінші еттерді қойсаңыздар да болады. Етті таяқшадан шығарып қойсаңыздар да болады. Өзіңіз білесіздер. Картоптардың үстіне тұз бен паприка себеміз. Кейін еттерімізді қойып шығамыз. Мен қазанымыз үлкен болу керек. Менікі еттері симаған соң үлкен қазанға ауыстырдым. Мен 2 пиязды домалақтап тұрадым. Біреуін қазір саламын, біреуін піскеннен кейін еттің үстіне әдемілік ретінде қойып шығамын. 2 дана сарымсақты да саламын, және еттің үстіне тағы да тұз себеміз. 1 стакан су құйып, 1,5 сағат бұқтырып пісіріп аламыз. Қазан кебабымыз дайын болды. Осындай ыдысымызға салғаннан кейін қазанның түбіндегі қалған суын еттердің үстіне құямыз. Осыны ұмытпаңыздар. Мені қолдап каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.